Жандос, осыған дейін біз сөздің ерекшеліктері, мағынасы, түрлері туралы сөз қозғасақ, енді дыбыстар, буын, екпін, дауыс ырғағы туралы мағлұматтар аламыз. Біздің дыбыстарды анық, дұрыс сөйлеуімізге де жол көрсетеді. Сондықтан фонетика әлеміне саяхат жасайық. Саяхат жасағанды өте ұнатам. Онда жол баста сабақты бірге қайталайық. Жарайды. Фонетика. Фонетиканың қарастыратын мәселелері тақырыбын айтып берші. Фонетика дыбыстарды жасайтын адамның дыбыстау, артикуляция жүйесін, яғни айтылым базасын, дыбыстың айтылуымен акустикасын, естілімін, перцепциясын қарастырады. Менің анықтағаным, сонымен қатар фонетика дыбыстардың әуендік, әуездік сипаттарын, дыбыстардың тіркесімділігін, буын ерекшеліктерін, олардың сөздегі үйлесімін, буын табиғатын, дыбыстардың буынға бірігу заңдылықтарын, сөздің екпіні мен үндестік заңын анықтайды ғой. Иә, тағы да тілдің интонациялық құралдар болып табылатын дауыс әуенін, қаттылығын, интенсивтілігін, жылдамдығын, әуезін, кідірістерді қарастырады. Айгүл, тағы бір рет қарап шықсам, бәрі түсінікті болатын шығар. Әрине қайталау керек.